Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лаваштан кешкі ас ұсынамын. Сұйық майымызды қыздырып, аздаған пиязымызды салып, жақсылап қуырып, үстіне фаршымызды салып, қуырып аламыз. Енді үстіне қаттырылған болгар бұрышын салып, тағы да араластырып 5 минут қуырамыз. Консервідегі кукурузымызды салып, тағы да 5 минут қуырып аламыз. Тұз, қара бұрыш, және паприкамызды салып, 10 минут бетін жауып қуырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Менің лавашым үлкен болғандықтан осындай 4 бөлікке бөліп аламын. Енді лавашымызды алып, ортасына салмамызды салып, аздаған ірімшік қосып, домалақтап ораймыз. Екінші қабатты салмас бұрын арасына осындай сары май жағып қойсаңыздар болады, себебі жабысып қалмас үшін. Үстіне томат қосылған сумен араластырып, осылай үстіне құйып шығамыз. Бетіне ірімшікті саламыз. Духовкада жарты сағатқа 180 градуста пісіреміз. Біздің рулетіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.